Баршаңызға сәлем. Бүгін шпинат пен брынзадан француз орамасын дайындаймын. Жасалуы өте оңай, дәмді әрі пайдалы. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен 500 грамм шпинатты жақсылап жуып, тазалап аламыз. Шпинаттың сабағын алып тастаймыз, себебі орамаға ашты дәм беріп, тез ашып кетуіне алып келеді. Аса ұсақтамай шпинатты тураймыз. Брынзаны үкіштен өткізіп аламыз. Бір жұмыртқа қосып араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді дайын қатпарлы қамырды алып, төртке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, жұқалап жайып аламыз. Ортасына салманы салып, ораймыз. Шеттерін түйіп аламыз. Пергамент қағазы төселген противенге салып, беттерін қиғаштау етіп кесеміз. Бетіне жұмыртқа жағып, кунжут себеміз. градуста қызып тұрған пеште конвекциясыз 55-60 минут пісіреміз. Пісіп шыққан орамаларымызды решеткада суытып алып, кесіп дастарханға береміз. Өте дәмді француз орамамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.